Армысыздар. Бүгін Панфилов ауданына қарасты Іле көпірінде әскери блок бекетке келдік. Бұнда полиция қызметкерлері мен әскери қызметкерлер Алматыдан келетін көліктерді толыққанды жіті тексеріп жатыр. Жалпы елдегі жайланған төтенше жағдайға байланысты Алматы облысы бойынша барлық елді мекендердің кіріс шығыс жерінде осындай блок бекеттер қойылды. Енді бұндағы күшті құрылымдардың жұмысы өте қатаң, барлық көлікті жіті нақты тексеріп жатыр. Сондықтан төтенше жағдай кезінде күшті құрылымдар сіздерді тоқтатса, олардың айтқан тәртібіне бағынып, қойған талабын орындау қажет. Жалпы осы бекетте тұрған күшті құрылымдарға біздің аудан халқы ерекше көмектесіп жатыр. Өйткені олардың ыстық шайы тағамына аудан кәсіпкерлері, жекелеген азаматтар әрқайсысы келіп тамақтасып, қал жағдайларын сұрап, кейбір имамдар келіп Құран оқытып, барлық тараптан қолдау көрсетуде. Енді шыны керек, осындай кезде бір-бірімізге көмектеспесек, елдігімізге, жалпы азаматтығымызға сын болатыны анық. Біз мына жерге келіп, мына солдаттарымызды біраз аз болса да кішкене бір көңілімізді білдірейік деп келгенбіз. Иншалла, осылардың арқасында еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына күшті құрылымдарға біз халық атынан бұларға Алла разы болсын, аман болсын. Осыларды біз арқа тірек еттік, паналадық, пана болды бізге. Бізді қорғады. Сол үшін бұлардың әрқашан бізде осы халық қорасы әрқашан есінен шығармайды. Осы барлығымыздың ісіміз береке бірлікте болсын.